Достар, видео басламай тұрып сіздерден өте қатты үлкен кешірім сұраймын. Бұл видеода дауыс деген микрофон деген өте шай болды. Маконтайдың дауысы естілмей қалды. Менің микрофонның дауыстары қатты шығып кетті. Видеоны сондықтан жай ортасына қойып, орташа микрофонда көрсеңіздер болады. Достар, видеоны алдын ала кешірім сұрап отырмын сіздерден. Келесі видеодан бастап качественный видеолар шығады, так что лайктарыңызды басып жүріңіздер. Ендігі видеолар ПК-мен шығатын болады, так что лайктарыңызды аямай басып жүрсеңіздер болды. Ал ендеше видеоны көре берсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Келе YouTube арнасы. Қалайсыңдар достар? Жағдайларың жақсы ма? Бүгінгі видеороликте сап-сары болып топыры ала аламыз ба деген видеоролик болайын деп тұр. Видео басталмай тұрып лайктарыңызды басып артынан жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарын сап-сары қалдым, мен дайын сіздерге алдын ала түсіріп алдым. Үшін сәл пинг болып тұр. Мына жерде сап-сары заттар енді көп болмағандықтан істемедім. Мына жерде мен рюкзак сары, енді примерно сары, тоже сары. Бұл маған қатты ұнамады. Ол сары. Или мынаны алайын ба? Мынау сарылау ғой, мынаны алайын даже. Ладно, мынау доска сары, парашют. Бізде сіздердің көздеріңізше таңдайын дедім. Сары, мынаны тападым, табай. Осыны алыңыздар, смайлды. Или мынау нормально. Кішкене нормально енді. Фон көріп тұрсыңдар, аватар тоже көріп тұрсыңдар. Оружие келетін болсақ біздер арсеналға кіреміз. Мына жерде МК бізде сары, АК тоже сары, мынамен ойнамаймыз. Скарп купидін тоже ойнамаймыз, мына ойнамаймыз. Бізге СКС-пен ойнау болады, но примерно фамасты қойып алдым, осы негізі өзім мынамен ойнаймын. И мынаны қойып алдым мен, сап-сары болғандықтан фамаспен ойнауға болады. Мынау тоже керек емес. Но примерно сары болғандықтан алып алдым. Тоже М6 сары болғандықтан алып, и мынамен ойнаймын негізі. Дробовик бізде жоқ, снайперский жоқ, пистолеттер міне. Пистолеттерді алуыма болады, осыларды алуыма болады. Бұлар бізде керек жоқ. Сковородка алдым, паранка алдым, битан негізі намен жүретінім. Наны қойып алдым қазірше. Кулак сары, гранатаны сары қылдым, стенка сары жоқ. Жоқ қой, осыны алып. Стенканы көреміз. Мынау сары бізде. Ал достар, мен бұл челленджді бір өзім ғана орындадым. Так, шақырамыз. Фокына еғылым күтті тоже. Аватарка, рюкзак. Достар, менің қасымда уже Мако бар. Маконтай тоже. Амандас қой, Маконтай. Үшін достар, қазір рейтинг ойнаймыз. Екеміз де алмаз екіміз, да? Алмаз екіміз. Ал ендеше бастаймыз, кетпе. Басталғанша күтіңдер, атты сендер классика ойнайды, анау деп комментарияларын қорытып бір не істеп кетпес. Мастер емеспіз ғой бізде. Ал достар, біз уже қаттамызға да келіп жеттік. Қайда түсеміз, Мако? Куда прыгаем? Давай. Сразу адамдардың көздеріне көрінеміз, да? Хорошо, сап-сары болды. Бермуда да жап-жас болып жүрген. Қатты көрінеміз ана. Достар, біздер мына жерде екі адам өтіп тұрады, намақы. Оружияны көрсетіп жүрмін. Өзіміз осы оружияны ойнадық. Почти сары. Міне М5 и арқасына бізде тоже сарылау. Қаранда біреуі міні жатыр, и біреуі міні жатыр. Кетке болды, лутай деп тұсақ. Қоңыр үйде ма? Құма. Осы ес қанады? Зажимай деп тұрам. Алайыш. Ал, қамаш. Ол да сап-сары кейін ағында. Адам бар ма? Машина келді. Бәлей менде телефон. Лутай кетеді қазір. Он тебе вырон, блин, понимаете. Понимать надо, понятно. Бір адам ба? Қастасады негізі.
Аналарды өткізіп жібермейміз оны. Ну. Мә. АФК болып тұрған сияқты болды ана. Асықпа тұра тұр. Так, бізде 2 адам қалды уже. Видео түсіп жатыр ма? Түсіп жатыр. 2 адам ақ қалды, 2 адам. Бәрін видеоны кесіп айтайын. М5 глушак салам. Алдымызда стенка тұр ғой. Кімге ататын? Мына анада стенкада адам бар. Граната жіберем. Гранатамен қыптың жердің. СВД білдім. Менде қыппаз вообще. Атты батайдың ауып. О, бөлек адам. Достар, біздер өкінішке орай топ 2 алып қалдық. Ренжімеңіздер, енді видеоны лайктарыңызды басып арна жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Келли және Мако, менде 4 килл, Макода 6 килл. Давайте, достар.